Мына бір бізде 478 мың теңге шықты. Бұл пәтер менікі өзімдікі болса болатын шығын. Одан мен квартираны арендаға алған кездегі шығынды азайтып тастасам, менің ай сайын егерде мысалы квартираны арендаға алу, ол бізге ай сайын 180 мың теңге шығын береді да. Коммуналкасымен 200 мың теңге шығын береді делік. Негізі 180 мыңға әдетте Астанада коммуналкалар келеді. 180 мың бола берсін. 180 мың теңге шығын болды. Ал пәтерді жалға алу кезінде 478 мың теңге шығын болды. Яғни екі ортасындағы разницасы 298 мың теңге. Мен пәтерді арендаға алған кезде потенциально қалтамда қалатын ақша 298 мың теңге. Енді осы 298 мың теңгені біз 10 жылда көбейтсек, сол пәтердің ақшасы шыға ма, шықпай ма, соны есептейміз. Себебі біз жаңа ипотеканы 10 жылға алдық қой. Сондықтан 298 мың теңгені 12-ге көбейтеміз. 3 миллион 576 мың теңге шығады. Оны 10-ға көбейтеміз. Сол кезде 35 миллион 760 мың теңге шығады.